Баршаңызға сәлем достар, сіздермен Динара. Бүгін сіздермен скумбрия балығын духовкада дайындайтын боламыз. Енді балығымызды қанатын кесіп, басын кесіп, керек емес қатты қанаттарын барлығын қайшымен кесіп тастайтын боламыз. Енді іш құрылысын да тазартамыз. Іш құрылысын барлығын тазартып, жақсылап жуып алатын боламыз. Ендігі кезекте біз самсақтарымызды ортасынан бөліп, жұқа қылып кесіп аламыз. Лимонды да сол ортасынан бөліп, жұқа қылып кесіп алатын боламыз. Скумбрия балықтарымызды орташа бөлікке бөліп алатын боламыз. Ендігі кезекте 20% сметанаға соус жасаймыз. 4 қасық жеткілікті болады. Дәміне қарай тұзын, бұрышын салып, жақсылап араластырамыз. Балықтарымызды сметана соусқа батырып, барлық жері батырса жақсы болады. Барлық жерін батырып, ыдысымызға тігінен салатын боламыз. Сарымсағын саламыз және лимонын саламыз. Осылай барлық балықтарды салып алатын боламыз. Мінекей балықтарымыз дайын. Енді духовкаға 180 градусте 30-35 минут пісіріп алатын боламыз. Мінекей достар, біздің скумбрия балығымыз дайын. Сіздермен болған Динара. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарийда өз ойларыңызды білдіріп кетіңіздер.